Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді бір жасағаннан шығатын керемет осындай қаттаманың рецептісімен бөлісетін боламын. Осы рецептпен менде 8 штук осындай қаттамадан шелпек шықты. Сіздер осыны 2 есе көбейтіп 16 шелпекте жасасаңыз болады. Ең алдымен атысымызға 500 грамм сарыағаш газированный суымызды құямыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін шай қасықты толтырып тұзымызды салып, барлығын бір араластырып аламыз да, електен өтіп дайындалып тұрған ұнымызды жартысын салып, кішкене барлығын араластырамыз. Содан кейін жартысын салып, жұмсақ тестімізді илеп шығамыз. Тестімізді еніп болғасын пакетке салып 15 минутқа холодильникке қойып аламыз. 15 минуттан кейін осылай нан тақтайымызды жайып барлығын қоямыз да, тестімізді қойып дәл 2 ортасынан бөлеміз. Бөлген нанымызды осылай жұқалап, үлкен қылып, әдемі алып дөңгелетіп жайып аламыз да, сармайды ертіп, осы нанымызға сармайдың жартысын жағып шығамыз. Нанымыздың барлық жеріне майды жаққан соң, осылай оқтауға орап аламыз да, барлығын жайлап кесіп аламыз. Сосын бұл нанымызды дәл төртке бөлеміз де, осылай дөп дөңгелек қылып осылай ораймыз. Сол кезде қатпарлары көрініп тұру керек та. Сосын осыны кішкене ішіндегі майы қатқанша мұздатқышқа 10-15 минутқа қойып аламыз. Сосын осылай аламыз. Уже майы қатады. Жұмыс жасауға өте ыңғайлы болып тұрады тесті. Дәл осы ортасын мұзбай жайлап өстіп басамыз үстінен. Сосын кішкене жұқалап, оқтаумен жайып шығамыз нанымызды. Бұл нандардың барлығын пісірмесеңіз, мысалы 4 пісіріп 4 одноразовый пакетке бір-бірден салып алып, морозкаға сақтап алып қойсаңыз болады. Сосын кез келген күні, кез келген уақытта алып, жарты сағатқа сыртқа шығарып қойып, уже содан кейін пісіріп алсаңыз болады. Ең алдымен табамызды кішкене қыздырамыз да, азғантай сұйық май құйып, осындай блинчикті ұқсатып, ыдысқа пісіріп аламыз. Қарап отыру керек, асты күйіп кетпеу керек. Сұйық май кішкене болған жақсы, сонда сырты қытырлап, қып-қызыл болып, әдемі болып піседі. Ал сұйық майы аз болса, наныңыз жабысып күйіп қалуы мүмкін, соны қадағалап отыруыңыз керек. Дәл осылай барлығын пісіріп аласыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, ас болсын. Жасап көріңіздер сіздерге.